Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Жұлдыз. Бүгін тәттілердің тәттісі ең жақсы пирог банафи пай жасайтын боламыз. Алдымен бізге керегі ұнға қопсытқышты қосып және сары майымызды қосып үгітеміз. Сары май мен ұн толықтай араласу керек. Және де ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Осылай қолымызбен мұжып, осындай ұсақ түйіршіктер жасайтын боламыз. Енді бір жұмыртқаға қантымызды қосып, жақсылап екеуін араластырып, қантымыз еритіндей қылып, енді осыны жаңағы жасап қойған ұнымыздың ұнтақтың үстіне құйып, жұмсақ қолға жабыспақ қамыр илейтін боламыз. Міне осындай қамыр шықты. Сіздерге үлкендеу формада жасайтын болсаңыздар, осы мен берген ингредиенттерді екіге көбейтіп 24-26 диаметрге жасасаңыздар болады. Мен мына жерде 20-лық диаметрлік формаға жасап жатырмын. Дайын болған қамырымызды өстіп формаға жайып шығамыз және астын міндетті түрде шанышқымен тесіп шығыңыздар. Қазір пісірген кезде бұл қамырымыз үлкен болып көтеріледі. Қатты көтеріліп кетпес үшін осылай тесіп шығамыз. 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз пісіп және салқындағанша сливкиді миксерлейміз. Үстіне қант қостым. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. Осындай өзінің формасындай болып ұстағанша араластырамыз. Креміміз дайын. Енді пісіп шыққан жаңа қамырымызға пирогтың осындай вареный сгущенка жағатын боламыз. Ортасына толықтай жағыңыздар. Бір банан кетеді. Бананды да осылай домалақ етіп тураймыз. Осы вареный сгущенканың үстіне тізіп шығамыз. Міне осылай қып. Енді осының үстіне жаңағы миксерлеп дайындап қойған сливкиімізді кондитерлік мешокқа салып, мен насадка салмадым. Насадка сізде шариктер шығаруға болады. Осы кремді бетіне шарик қылып жасап шығамыз. Толығымен бетін жауып шығамыз бананның. Бірінші осылай ортасынан бастаңыздар. Егерде крем артылып жатса, жан жағындағы қамырларына жауып шығамыз. Өте оңай жасалынады және ерекше дәмді, тәтті жақсы көретіндерге арналған пирог десе де болады. Және достар, менің каналымды қолдап, тіркелуді де ұмытпаңыздар, келесі видеоны жіберіп алмас үшін. Пирогымыз дайын. Бетіне какао себу ол өз еркілеріңіз. Мен какао сеппедім. Мінекей крем артылғаннан кейін осындай жан жағындағы қамырына жағып шықтым. Пирогымыз дайын. Өте дәмді, тәтті болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.